Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла тағаланың атымен бастаймын. Қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Алла тағаланың баршаңызға берекесі мен мейірімі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қазіргі таңда біздің баршамыздың куә болып жүрген бір жайт бар. Ол көшелерде, дүкендерде, немесе дәріханаларда болсын, көптеген адамдардың медициналық бетпердесінсіз жүргендігін көреміз. Әрине түсінем, бұл біреуге ұдайы тағып жүру ыңғайсыздық танытады, біреулер оны тағуға намыстанады. Алайда бұл сіздің жұқпалы індеттен сақтанудың негізгі жолдарының бірі деп біліңіз. Кеше дүкенге азық-түлік алу мақсатында барған едім. Сол жерде өзімнің жақын танысымды кездестіріп қалдым. Әрине мен ол кезде қорғаныс бетпердесінде болған едім. Ол мені көре салысымен басқа, бірақ сізден осы нәрсені күтпедім деді. Әрине оның сөздері маған сәл ыңғайсыздық танытты. Кейін екеуміз сөйлестік, түсінісіп кеттік. Сіз бір нәрсені біліңіз. Сіздің осындай істерде немқұрайлық танытуыңыз, жауапкершілікті сезінбеуіңіз әуелі бала-шағаңызға, жақындарыңызға, жүздеген адамдарға қауіп тудыруы мүмкін. Көптеген адамдардың айтқанындай, бұл нәрседен неге қорқасыңдар? Алла тағаланың адам баласының басына жазғаны болады, жазымыштан озымыш жоқ деп айтады. Ол дұрыс. Мен де сондай пікірдемін. Алайда бұл сөздің терең мағынасы бар. Біз соған ой жүгіртуіміз керек. Алла қасиетті Құран кәрімнің Рағд сүресінде біздерге былай деп баяндайды. Әркімнің алды артынан Алланың әмірі бойынша өкшелеп қорғаушы періштелер бар. Арасында бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оны өзгертпейді. Сондай-ақ егер Алла бір қауымға бейнет тілесе, сонда оны ешбір қайтарушы жоқ. Әрі олар үшін Алладан өзге бір жәрдемші де жоқ дейді. Расында біз адам баласы әуелі өзімізді өзгертуге тиіспіз. Жаратқан иемізбен қарым-қатынасымызды дұрыстауымыз қажет. Сонда ғана мынау әлем өзгереді. Сонда ғана біз осындай басымызға түскен қиындықтардан құтылатын жол табамыз. Алла тағала біздерге осындай бір жұқпалы індет уақытында өзімізді қалай ұстау керектігімізді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осыдан шығатын жолдардың барлығын біздерге үйретті. Егер сіз осы үйреткен нәрселерде сақтық шараларын танытпаған болсаңыз, ендеше бұл зұлымдық, үлкен зұлымдық. Мәселен, сіз дүкенге немесе бір қоғамдық орындарда болып келесіз. Сөйтіп, ол жерде өзіңіз байқамастан, егер бір ауру жұқтырған болсаңыз, оны үйіңізге келіп бала-шағаңызға, отбасыңызға, жақындарыңызға жұқтырасыз. Ал сіздің жақындарыңыз өздері ауру жұқтырғандығын білместен көшеге шығып, жүздеген адамдарға жұқтырады. Бұл індет осылайша жайылып келе жатыр. Не себепті? Себебі біз айтылған нәрселерді тыңдамаймыз. Естігендерімізге амал қылмаймыз. Өзіміздің үйреніп қалған қалыпты жағдайымызды өзгерткіміз келмейді. Аман болайық, ауырмайық. Төтенше жағдай уақыттарына төзімділік танытайық. Сақтық ережелерін сақтайық. Үйде отырыңыз. Бәлкім бұл Алла тағаланың сізге берген үлкен нығметі деп біліңіз. Осы бір уақыттарда дүниелік басқа істермен шұғылданбастан, Алла тағаланың алдында жақсылап тәуба қылып, Алланың алдындағы абыройымызды арттырып, рухани баюға тырысыңыз. Жақсылықта жүздескенше.